Келесі біз ЛС тақырыбына практикалық тапсырмаларды шығаратын боламыз. Бірінші есеп берілген және екінші есебі. Осы екі есепті талдап көрсетемін. Бірінші есепте n натурал саны берілген. Сол санның цифрларының арасында жеті цифры болса, цикл жұмысын тоқтатып error деп шығарады. Ал әйтпесе санның цифрларының қосындысын экранға шығаратын программа құр деп беріп тұр. Яғни бізде берілген сан арасында 7 бар болса error, егер сан арасында 7 жоқ болса, онда сол сандардың қосындысын шығарып береді. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, міне 1, 2, 3 тосқанда 6 болады. 6-ға 4, 10, 10-ға 5, 15, 15-ге 6, 25 шығарады. Яғни берілген сан цифрларының қосындысын шығарып беріп тұр. Бұның программасын мен қалай құрдым? Бірінші input, яғни енгізу функциясын қою арқылы n айнымалысын қойдым, яғни біз өзіміз мына жерден 92.576 деген санды жаздық. Сосын h айнымалысына 0-ді меншіктеп алдым. Сонымен while n-іміз бағанағы сан 0-ге тең болмаған жағдайда цикл денесінен өтеді. 92.576. Әдеттегідей бізде k арқылы ең соңғы цифрын алып аламыз. Одан кейін n арқылы соңғы цифрын алып тастап қалғандарын қоямыз, 92.576. Енді егер біздің k, мынау k 7-ге тең болса, бұл жерде 6 болып тұр, 7-ге тең болып тұрған жоқ қой, бұл процесс, онда біз мынау if-тің ішіне кірмейміз, if-тің цикл денесіне кіріп, біз программаны орындамаймыз да, шығып кетеміз да. Мына жерде h тең h плюс k дегенге келіп тұр. H тең, h бізде басында 0-ге тең, қосамыз, k дегеніміз 6-ға тең болып тұр. Бұл h нені білдіріп тұр? Яғни сол цифрдағы сан цифрларының қосындысын жеке-жеке қосып есептеп отырады екен. Сонымен біз әлі осы жерде тұрмыз, ана жаққа өтпейміз, себебі ары қарай цикл ана жаққа қарай жалғасын табады, әлі цикл тоқтаған жоқ, себебі 92.576-дан біз n-іміз келесі n-ға өзгерді. 92.570, мына жерде 6 болмайды, 9257 болады. Адасып кеттім ғой. n тең 9257. Бұл шартты қанағаттандырады, себебі 0-ге тең емес. Мына шартқа мынау леп белгісі тең дегеніміз тең еместің мағынасын білдіреді. Ары қарай бұл жерде k тең 7-ге тең болып тұр. Ал n-іміз 925-ге тең болады. Сонымен, егер біздің k 7-ге тең болса, бізде k 7-ге тең болып тұр ма? Иә, 7-ге тең болып тұр. Дәл сол кезде бізге мына циклдың ішіне өтеміз да, print error'ды шығарып береді, break дейді. Яғни болды, бізде циклды осы жерден break тоқтатып жібереді. Бізде сонда printқа error шығарып береді. Ары қарай жалғаспайды. Error шығарып береді. Ары қарай жалғаспайды. Бізде нәтижесінде жерден міне error нәтижесін алдық. Так, бізде екінші сан n тең 123.456 деген сан қатар берілген. Бұл жерде 7 цифры жоқ сан арасында, сол себепті ол сандардың қосындысын есептейді. Яғни мына жерде осы жерде k тең 7 деген циклдың ішіне ешқайсысы кірмейді, яғни мына циклдың ішіне кірмейді да, сразу h-ға өтіп кетіп отырады. h тең h плюс k дегенге. Міне мына жерде 6 бірінші былай болады. h-ға бізде бірінші k бойынша келіп отырады ғой. K бізде соңынан 6-лан алады. Қосасын, одан кейін 5-ті, оған қосасын 4-ті. Дәл осылай цикл жалғаса береді. 2-ні және де 1-ді деп. Нәтижесінде бізде 21-ді осылай шығарып береді екен. Түсінікті болған шығар деп ойлаймын, себебі мына жерде бір бөлек мән бердім, келесіде бір бөлек мән бердім. Әрқайсысын осы программаға салған кезде өздеріне сәйкес мәндерді алады екенбіз. Жақсы, келесі біздегі екінші есеп латын әріптерінен құралған L жолы берілген, яғни жолдық тип бойынша жұмыс жасаймыз. Осы жолда K әрпі кездесе ме? Анықта. Егер зен әріп кездессе, онда бар, ал кездеспесе жоқ жауабын экранға шығаратын программа құр. Мұнда бізде K әрпі мынаның ішінде кездесіп тұр, яғни бар,
Ал к-ны коймаган кезде бизде жокты чыгарып берүү керек. Міне мына программаны курдум мен. L деп мен int деген типти коспадым, себеби int ол бүтүн санга арналган. Бирден input'тан баштап кеттик, себеби input деген өзүнүн кез келген манди энгизүү үчүн арналган, ягни энгизүү функциясы. For I in L деген сөз ол баганагы берилген сөздерге, мына жерде турган сөздөр катарын I деген эмес, сонун ар кайсына жеке токтолуп өтүү үчүн арналган. Бизге мына L-га бизге мына алып берилген I, G, I, O, K, L деген арыптар берилген. Ал бизде шартта I'мыз тең болуу керек K-га. Енді for I in L дегенimiz L деген ал I осынын ар кайсына жеке токтолуп өтөт. Міне Y-га токтолуп өтөт. Онун катарына токтолгон кезде ол I-га теңби? Ой, I'мыз K-га теңби? Жок, бул жагда K-га тең эмес, значит ол чыгып кетет. Чыгып кетет да келеси арыпты жиберет, G-ди жиберет. Бул тең ба дейт анын ичине кирип. Жок, бул K-га тең эмес. Сонымен I-ды жиберет, O-ну жиберет, тең эмес. K-ны жиберген кезде ол тең деп ичине карай кирет. Дезет да принтке бар деп чыгарат да бизде. Бар деп чыгарат. Дәл осы жерде брейкти токтотот. Брейк осы шарт орундалгандан кийин бизде брейк токтойт. Нәтижесінде бизде брейк барды чыгарып берет. Ал эгер бул циклдын ичине эч кайсы кирмейтин болсо, онда міндетті түрдө мындан чыгып кетет да else print жок деп чыгарып берет, болду. Міне биздеги else нускалыгынын колдонуу тартиби осулайча орундалат экен. Міне L-га FFF, G, H, H деп берилиптир. И K деген арып жок болгондуктан бизде жокты чыгарып бериптир.